Адамзат айдарын зерттеп, талай ғылыми жаңалықтарға қол жеткізді. Алайда, ол өзі мекен ететін жердің құпиясын әлі де толық аша алған жоқ. Қарапайым жер әлемінің 1/3 бөлігін құрайтын қарапайым құрлықтардың өзінің ішіне бүккен сыры көп. Оның зерттелмеген таулары, құзар шыңдары, мұздықтары, тас үңгірлері, терең жыралары да жетерлік. Ал жер шарының қалған 2 бөлігін алып жатқан судың қойнына тыққан сыры біз ойлағаннан да көп болуы мүмкін. Аңыздардан, судан шыққан алық құбыжықтар жайлы, кемелерді құрдымға кетіретін жойқын күшті су жануарлары жайлы көп естіген боларсыз. Мұхиттардың түбін жайлаған тіршілік иелерін толық зерттеп болмаған ғалымдар әлі күнге сол саланың соңында жүр. Жер соқпаса шөптің басы қимылдамайды деген нақылға сүйенген олар адам білмейтін керемет жаңалыққа қол жеткізуге талаптанып ақ жатыр. Олардың бұл ізденістері жеміссіз болды десек өтірік болады. Кейбір ғалымдар мұхит түбінен көне өркен ізерін, суасты пирамидаларын тапқан. Десек те, олардың мүмкіндіктері шектеулі. Зерттеушілер әлі күнге Бермуд жағаның сыры мен Атлантиданың орнын таба алмай дал. Олар сонымен бірге ескі аңыздарда жиі аталатын су құбыжықтарының бар жоғында анықтай алмай отыр. Мысалы, Лох Несс құбыжығы жайлы аңыздарда көп айтылады. Шотландияның шағын ғана көлі Лох Несстен бірінші боп құбыжықты көрген Рим легионерлері болса керек. Ал көлді мекен ететін құбыжық жайлы жазбалар сонау 6 ғасырда пайда болып қойса керек. Судан ойда жақта шығатын бұл құбыжық талай адамның жанын жалмап, біраз қайықтарды жұтқанмыз. Кейіннен аңыздың кең тарала бастаған соншалық, ол жайлы ақпарат 1933 жылы газеттерге де шыға бастайды. Содан бастап, оның атағы жер жаһанға жайылып, көпке танымал құбыжыққа жұрт Несси есімін береді. Сол жылдары айналдырған бір айдың ішінде Несси су бетіне 15 мәрте шығып, көпшілік көзіне түседі. Осыдан соң, көл маңын жайлаған жұрт су түбінде сондай бір құбыжықтың бар екеніне еріксіз сенеді. Таңғажайыпты көрген адамдардың айтуында, құбыжықтың басы кішкентай, мойны ұзын, денесінің пішіні ірілеу. Яғни, барлығының айтқан әңгімесінің арасы алшақ емес. Мұны көпшілік жануардың шын мәнінде көл түбін мекен ететінін дәлелдейтін таптырмас дерек деп түсінеді. Бұл оқиға халықты біраз әбігерге салған соң, жергілікті билік құбыжықты ұстауға күш жұмылдырмақ болады. Алайда, ғалымдар еш дерексіз аңыз әңгімелерге бола шу шығарудың қажеттілігі шамалы екенін айтып, бұл шараларды тоқтатқан екен. Ал 1943 жылы бір ұшқыш көл үстінен ұшып бара жатып, айдыннан алып жыланның сұлбасын көріп, суретке түсіріп алады. Аңыздың ақиқатына сендіретін мұндай фотосуреттерде аз емес. Құбыжықтың бар жоғын белгісі келген мамандар көлде дыбыстық зерттеу жұмыстарында жүргізген. Олар көл түбінде оңай көтеріліп, ептілікпен жүзетін ауыр денелердің бар екенін анықтаған. Алайда ғалымдар оның не нәрсе екенін біле алмаса керек. Бұл құбылысты зерттеп жүрген ғалымдар бұл күні екі жаққа бөлінген. Бірі мұны түкке тұрмайтын жасандылық деп түсіндірсе, екіншілері құбыжықтың бар екенін дәлелдейтін деректер келтіріп әлек. Вирджиния университетінің профессоры Хенри Пауэр бұл ежелгі плезиозаврлардың тірі қалған бір түрі болуы мүмкін деген болжам айтқан. Сан түрлі болжамдар айтылып, түрлі суреттер дәлел ретінде келтіріліп жатқанымен, ғылыми нақты деректердің жоқтығы осы саланы зерттеушілердің ақиқатқа жетуіне кедергі болып отыр. Осындай адам сенгісіз әңгімелермен көпшіліктің қызығушылығын тудырған құбыжықтың көлін көруге алыс жақын шетелден арнайы келетіндер саны арта түскен. Қазіргі таңда құбыжығымен аты шыққан Лох Несс көлі туристер жиі баратын мекенге айналған. Тіпті ол елде Несси құбыжығының мүсіні де бар. Жоғарыда айтылғандай, 565 жылдан бастап оны көзімізбен көрдік дейтіндердің саны көбеймесе азайған жоқ. 1933 жылы
Маунтердің құрған тобы 5 аптаның ішінде Лох-Несс құбыжығын көлден 15 рет көріпті. 1943 жылы көлдің үстімен ұшып өткен Феррел деген әскери ұшқышта бастықтарына анық көрдім деп ақпар берген деседі. 1957 жылы Лох-Несс құбыжығы жайлы 117 кісінің әңгімелерін топтастырған жеке жинақта жарияланды. 1960 жылы Тим Дейнстейл деген инженер-аэронавт көл бетімен жүзіп бара жатқан алып мақұлықты суретке түсірген. Лох-Несс құбыжығы жайлы алып қашты әңгімелерге нүкте қою үшін Британ парламенті кезінде арнайы мәселеде қараған, ғылыми экспедициялар ұйымдастырып, су асты зерттеулері де жүргізілген. Құбыжықты қайткенде де табу үшін арнайы дайындалған дельфиндер су астына жіберілген. Бірақ нәтиже ойдағыдай болмаған. Содан доктор Мак Эндрюстің басшылығымен 1992 жылы ғылыми топ гидролокаторларды пайдалана отырып көл түбін түгел шолып шыққанда тереңде жатқан 5 бірдей алып динозаврларды көреді. Бұған не деуге болады? Динозавр болғанда да одан 700 миллион жылдай бұрын тұқымы құрып кеткен плезиозаврлар екен деген тоқтамға келеді. Кейін лазер аппаратының көмегімен өз зерттеуін жүргізген Бузер деген ғалым да осы тоқтамды шындыққа жақын деп табады. Бірақ құбыжық жоқ. Өлі құбыжықта, тірі құбыжықта жоқ. Қаңқу қауесет көп. Несси жоқ. Қорқынышты жерлер әр елдерде бар. Жақын барсаң, жер тартып кететін аймақтар. Жазатайым түнеп қалсаң, ауыз басыңды теріс қаратып қисайтып кететін сайтанды жерлер. Неше түрлі зиянкеш жан-жануарлар, ұзын жыландар, алып айдаһарлар туралы хикаяларды естіп те, оқып та жүрміз. Адамзат санасы әлі де өсу, даму, жетілу үстінде. Классик қалай деуші еді? Кім біледі? Әлем дегеніміздің өзі Құдай тағаланың ерткеннен жасай салған бір әзілі болар.